сіздерге иманы менен, мінезі менен қуантатын жігіт келіп, қыздарыңызды сұраса, оған қыздарыңызды беріңіздер. Егер олай жасамасаңыздар, жер бетінде бүлік болады деді. Хадистің түсіндірмесінде Алла Тағаланың әміріне бойұсынып, құлшылық ғибадатына мән берген иманды жігітті айтып отыр. Ал егер де қыз бала тұрмысқа шығатын жасқа жеткенде, сіз оны тұрмысқа бермей отырсаңыз, онда қыз баланың күнә жасауына себепкер болады екенсіз. Сол үшін де шариғатымызда да, біздің дәстүрімізде де қыз баланы ертерек тұрмысқа берген. Енді ғалымдарымыз айтады, жүрегінде иманы бар азамат қызды ешқашан жеке қалдырмайды. Ал мінезі көркем, ақылағы жақсы болған азамат қызды ешқашан жылатпайды дейді. Міне, құрметті ата-ана, бауырлар, барлықтарыңыз қыз өсіріп, ұл өсіріп отырсыздар. Қандай ата-ана өзінің қызын жылағанын қалайды? Ешкім қаламайды. Қыздың жақсы жерге барып, жақсы бақытты өмір сүруін қалайды. Міне сол үшін де қызды беретін кезде баланың дүниесіне, атақ абыройына, мансабына қызығым емес, бәлкім иманына қарап, діндарлығына қарап, мінезіне қарап, қызымызды аманат қып тапсыруымыз керек екен ағайындар. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.